Қайырлы күн достар, біз бүгін Taobao сайтынан товар заказ беруді үйренетін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қараңыздар, міне мынау Taobao'ның негізгі беті, товарлар көп. Біріншісіне жазу арқылы іздесеңіздер болады, камераны қосып, фотопоискпен іздесеңіздер болады. Міне мен бір примерді көрсетейін. Менде осындай жаңағы вакуумный аппаратты фотоға түсіріп алдым, скриншот жасап алдым, осыны фото арқылы іздеп отырмын. Міне варианттар өте көп. Товарды алған кезде, таңдаған кезде өзінің бірнеше критериялары болады, соны соларға мән беріп қарап товар таңдаймыз. Міне көрсеңіздер, товар әртүрлі бағамен, әртүрлі түрімен өте көп. Біріншісін ашып көрейік. Міне 2000-ға жуық отзыв бар екен, 2000-дан көп, фото жаңағыдай сатып алған кісілер фотосын салады, товардың қалай келгенін салады, отзыв жазады. Әрине енді бұл Қытай сайты болғандықтан көбісі қытайша жазады, но қалай жұмыс істейтініне дейін міне тіптен көрсетіп қойып жатыр. Енді мысалы товарды қалай аламыз десек, бірден заказ беруді көрсетпей қойсалайын, қазір осыны корзинаға сақтап аламыз, содан кейін заказ беретін боламыз. Корзина болғанда жаңағы избранныйға сақтап аламыз. Міне мынау жұлдызшаны көріп тұрсаңыздар, ол біз ұнатқан товарлар, избранный товарлар, соған сақтап қоясыздар. Міне одан шығып кетеміз, жаңағы негізгі беттен тағы да товар қарасақ болады. Үйге арналған көп қой, енді Taobao негізі қазір именно Қытайдың ішіне арналған площадка. Жаңағы бізге прямой доставка жоқ, прямой доставка тек байқасаңыздар Pinduoduo'да. Сол үшін каргомен заказ береміз, міндетті түрде карго адресін енгізіп қойыңыздар. Міне товарларды мен жұлдызша басып избранныйға сақтап көрсеттім. Енді өзіміздің аккаунтымызға келеміз, мой аккаунт. Бірінші мен көрсетіп тұрған жазуды басасыздар, сол жерде міне біздің избранныйға сақтап алған товарларымыз тұрады. Енді көп созбай қалай заказ береміз, соны көрейік. Міне жаңағы избранныйдағы товарларымыз, соның кез келген біреуіне кіреміз. Мысалы мен вакуумный пакетті көрсетмей, жаңа осыны заказ беріп көрсетем. Байқасаңыздар, астында міне сары, жаңағы оранжевый жазу тұр. Сары жазу ол бізде корзинаға салу дегенді білдіреді. Оранжевый жазу ол бірден заказ беру, яғни именно осы товарды ғана заказ беру дегенді білдіреді. Оранжевый жазуды басасыздар, егер көп товар алатын болсаңыздар, мысалы корзинаға сақтап алып, корзинаға салып алып, бірден бәріне бір төлеген ыңғайлы. Солай бізде Каспий Голд картамен төлейтін болсақ, кішкене алынатын процент азайтуға болады. Міне оранжевый жазуды басып аласыздар. Осы жерде өзіңізге керегін таңдап аласыздар. Байқасаңыздар, 7-9 юаннан 54-9 юанға дейін деп тұр бағасы. Ол неге? Мысалы 7-9 ол бізде вакуумный пакет қана дегенді білдіруі мүмкін, немесе мына вакуумный жасайтын аппарат дегенді ғана білдіруі мүмкін. Товар таңдайтын кезде міндетті түрде переводчикқа салып таңдаңыздар, себебі товар таңдап алып, сосын келген кезде мүлдем басқа товар келіп тұрған кезде көп адам реніштерін айтып жатады, дұрыс емес, осылай деген сияқты. Енді былай қысқа сөзбен айтқан кезде реальность ожиданиеде қаламыз ғой, сондай деп жатады кісілер. Сондай болып қалмас үшін міндетті түрде переводчикқа аударып алыңыздар. Мысалы сіздер жай ғана пакет заказ беріп жатқан болуларыңыз мүмкін, немесе жай ғана бір заттың бір ғана штугын деген сияқты. Міне мен тағы екінші бір товарды көрсетейін. Тоже сол нені басасыздар, сары кнопканы сол кезде сіздерде корзинаға түседі. Міне мен қазір көрсетемін, астында тұрған корзина қалай екен. Міне мен басқан кнопканы басасыздар. Мен корзинаға салған товарларым. Осы жерде осы кнопкаларды басу арқылы бірден көп товарға төлесеңіздер болады. Бірақ мен енді бір ғана товарға заказ беріп көрсетемін. Міне осы кнопканы басамын. Бір товар, содан соң осы оранжевый кнопканы басасыздар төлем жасау үшін. Міне сізде каргоның адресі шығады, жаңағы заказ берген товарыңыз шығады. Енді бұл жерде ең маңызды дүние жаңағыдай төлем жасау. Міне мынау байқасаңыздар, карта секілді, кошелек сияқты иконка тұр. Сол жерде басасыздар. Осы жерде міне визамен, мастеркардпен, алипеймен, немесе Apple Payмен төлеуге болады. Apple Payді мен басқа видеода айтып түсіндіретін боламын. Бұл жерде мен виза дегенді таңдаймын, яғни Каспий Голд картам менің.
Енді маңызды сәт, бұл жерде астында байқасаңыздар USD, яғни доллар деп көрсетіп тұр. Бұл не үшін USD? Мен Каспий Голд картаны тіркейтін сабақта айтып түсіндірдім. Осы USD мен көрсетеді. Осы оранжевый кнопканы басасыздар. Міне, Каспий Голд ақшамыздан шешілді. Товарды сатып алдық. Міне маған сообщение келіп тұр. Қандай товар сатып алғаным, қандай адреске жеткізетіні. Міне 7.49 USD менің Каспий Голд картамнан шешіледі. Осылай сіздерге Taobao деп көрсетіп тұрады. Pinduodoдан шешілсе Pinduodo, Taobao болса Taobao, Poizon болса Deu деп шығады. Енді бұл товарды қалай трек кодын аламыз, қалай каргоға тіркейміз және қалай келгенін көріп отырамыз. Мен екінші частьта түсіремін. Міндетті түрде қоңыраушаны басып каналға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта ол видео шығатын болады. Міне менің алған товарым.